Келіңіздер менің каналыма. Бүгін сіздермен сәбізден жаңғақтан жасалған торт жасаймыз. Өте дәмді, үсті карамель. Жасап көріңіздер. Дәмі керемет. Алдымен жаңғақты қуырып аламыз да, майдалап турап аламыз. Оны қазір бисквитке саламыз. Кейін енді карамельді дайындап алайық. Қантты қыздырамыз, ерітіп, ерігеннен кейін араластырып, әбден ерігеннен кейін бірақ жылы сливкиді құямыз үстіне, мұздай құймаймыз. Сливкиді үстіне құйып, сосын сары майды қосамыз. Жақсылап араластырып, сосын тоғын сөндіріп қоя тұрамыз, градусқа құйып. Бисквитін дайындайық. Жұмыртқаларды салып, қантты саламыз. Миксермен ағарғанша дейін жақсылап араластырамыз. Қант пен жұмыртқа араласып болғаннан кейін сұйық май құямыз, ішіне араластырамыз тағы да. Ішіне ванилин салдым. Жақсылап араластырамыз. Сосын миксерімізді сөндіреміз да, ұнын, корица, разрыхлителін салып, сүзгіштен өткізіп, сосын қайтадан араластырамыз. Ұнымыз араласып болғанша дейін сәбізді теркадан өткізіп аламыз. Айналып жатқан миксерді сөндіріп, ішіне сәбіз бен жаңғақты саламыз. Барлығын сосын силиконовый лопатамен осындай асты үстіне қозғап араластырамыз. Көлемі 1:2 формаға бисквитті бөліп салып пісіріп алдым. Енді бисквитіміз піскенше дейін кремін жасап алайық. Оған творожный сыр, сахарный пудра, сливки үшеуін араластырып крем жасаймыз. Крем дайын. Енді оған дайындаған карамельді 2 қасық карамель салып, сливкиді араластырамын. Міне бисквитіміз керемет болып шықты. Үстіне кремімізді жағамыз, бірін үстіне бірін салып, сосын үстіне карамельді құямыз. Бисквитке пропитка жасаған жоқпын, өйткені сәбіз, жаңғақ, бисквитіміз өте құрғақ емес, сол үшін пропитка жасаған жоқпын. Осылай кремді жағып шықтым, үстіне карамельді құйып шығамыз. Тортымыз дайын, өте керемет болып шықты. Бисквитті жұмсақ, дәмді. Жасап көріңіздер. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Көп рахмет.